Сәлем достар, бүгін сіздермен судың пайдасы және адам ағзасындағы рөлі туралы айтып беремін. Су адам ағзасы және де терморегуляция үшін ең маңызды элемент. Су адам ағзасындағы қажетті қоректік заттар мен оттегіні клетка деңгейіне жеткізіп отырады. Ол ағзаға түскен тағамдардың энергияға ауысуында маңызды рөл атқарады. Дене температурасы қалыпты жағдайда ұстап, өмірлік ағзаларды қорғайды. Ағзадағы бүйрек, жас және де сілекей, тері бөлінуі арқылы шлактардан тазартып отырады. Адам ағзасының 3-2 бөлігін су құрайтынын бәріміз білеміз. Және де су тек қана таза су арқылы ғана емес, біз күнделікті ішіп жүретін шайымыз, кофе, сорпа, сусындар арқылы да су организмге түсіп отырады. Жалпы алғанда дені сау адамның ағзасының 75%-ын су құрайды. Егер пайыздық мөлшермен есептейтін болсақ, қанның 85%-ын су құрайды. Өкпенің 90%-ын, мидың 80%-ын су құрайды. Ішек перистальтикасында да үлкен көмек көрсетіп, іштің қатуын болдыртпайды. Сонымен қоса, тердің 80%-ын, буынның 24%-ын, ал бұлшықеттің 75%-ын су құрайды. Су ішуде де өзіндік ережелерін сақтаған жөн. Егер сіз артық және де ұзақ уақыт бойы су ішетін болсаңыз, олай болса жүрек пен бүйрекке күш түсіресіз. Сонымен қоса, түрлі зиянды сусындар, кофе, шай, түрлі газдалған сусындар, алкогольді сусындардың бүйрекке күш түсіріп, терінің бөлінуін жеделдететін, сонымен қоса ағзаға зиян келтіретінін ұмытпағайсыз. Адам ағзасындағы судың жетіспеуі салдарынан адам тез шаршағыш келеді. Терідегі әжімнің ерте түсуіне, стресске тез шалдығуына алып келеді. Және де адам бойындағы зат алмасудың бұзылысы салдарынан артық салмақтың жиналуына да әсерін тигізеді. Су демікпе, аллергия, гастрит, артрит сынды түрлі ауруларға шипа екені дәлелденген. Көріп отырғандарыңыздай, адам ағзасына суды көп мөлшерде қолдану немесе судың жетіспеуі салдары да екеуі де адам ағзасына зиян келтіреді. Сондықтан ғалымдардың қазіргі адам салмағына сай жасап шығарған формуласы бар. Мен сіздерге соны мысал ретінде шығарып көрсетемін, ал сіздер өз дене салмақтарыңызға байланысты соны күнделікті тұтынғандарыңыз жөн. Ол формула бойынша өзіңіздің дене салмағыңызды 30 мл суға көбейтесіз. Шыққан сан, мысалға менде 1 литр 620 мл болып шықса, яғни бұл менің бір тәуліктік су ішу нормам болып есептелінеді. Және де суды бір реттік ішу мөлшері 300 мл-дан аспағаны дұрыс. Таңертеңгі 1 стакан су сіздегі зат алмасуды жылдамдатып, асқазан сөлін қалыпқа келтіреді. Суды тамақтанудан 30 минут бұрын ішкен абзал. Ал астан кейін 1 сағаттан кейін ішкеніңіз дұрыс. Қорыта келе, судың адам ағзасындағы рөлін сіздерге ашып көрсете алдым деп ойлаймын. Егер сізге осы форматты видеолар қызық болса, өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де адам денсаулығына байланысты қандай қызықты факті білгіңіз келеді, міндетті түрде бөлісіңіз. Егер арнам ұнаса, лайк басып, маған жазуды ұмытпаңыз достар. Рахмет.